Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Mine min көз алдына тұтам енді. Мені қазақ, біздің қазақ қардашларымыз, өзбек қардашларымыз қарай қызғанышқа қаршылар. Алар хақында сөйлегенде, алар бик көп кең көлемде қарайлар. Бұлай әңгіме алып барғанда, алай бик қызықсынмайлар. Мен аларға сұрауларым бар еді. Мәселен, қазір міне біздің татар халқында мен көріп тұрам. Ауылда бәлки социаль үлімтелер кішілер әттір. Міне шақырға келгеш кішілер әлі мұнда қатылаулы ішлер білен шүғылленелер. Әлі мәселен өзінің бір нәрсе деп, проблема деп айтылар. Шулар мекан білмейсің. Өзара бик артық ерішмейлер. Туғандар енді анда-санда шырашалар. Абылай міне тәртіп бұзғанлар алар мәселен. Тәртіптен шыққан алар міне біздің йұртта мен фатир алған шақта ол уақытта гіл татарлар мен ұрысларыны іші бергендеріні көрмедім. Татарлар бик әр подъезда мәселен алар бар еді. Бірге ішәлер еді. Енді ақырғы уақытлары хайырлы да болмады қайсының. Бірсі мәселен қатыны дүнияны қалдырды ма, шынасын мұның қадір кетті ме, шынасын бір уақытта сөйледілер. Ол ішіп ергеш бір бөлме болған малайы болған малайы үйленген еді. Шул малайында шул фатирда малайы тұрды. Аны хатта ол тігі бір күні малайы бәлки кейліні құтыртқандыр, тепкелеп ташлаған мұны. Аны енді көзіні емділер да, өзінен өзі дүния қалдырды дейділер де қойдылар. Ол шулай тепкелеп атасын тігі дүнияға жатып қойған енді. Тағы нәрселер көп кішілеріні білем. Әлікалар хатта бұзылы берейлер шәкіленіп, ішіп бұла еді. Хатта мен әлі тігі исімді алар қайсы уақытта әйтсе де яқшы сөз айтмейлер. Шушы тарафта міне мұнша мен редакция ішлеген шақта шембе күнімі ерте білен барайдым. Саф тігі шеста болсын, мұнша шунда деп жиделі ашыладыр ел. Шунда бірінші парға деп. Енді мен мұншадан қайтып келсем, мен айтам, қайыршыға үндесең, нәрсе дей, шөпірек сұрымы, нәрсе деймі, алама шөпірек сұрымы, шын көбік бұда. Енді исел нәрсең, исел олайты. Міне мен іштім, анда мұншада шембе сайын ерте білен тігі бар бет енді нәрсе дейлер әлі, ұрысша енді. Ерлер білен қызықсына емеш. Шундылар жинала екен де. Міне мен ойлап тұрам, анды болса никалар шембе күні ерте білен. Алар енді бір әшәкі сөз әйтерге әлі мен уақытында түстібі, яғни сол лес көрісші, анда да практикта болған шақта редакцияда әшіледім, практикада қайтып келем, анда да тігі татар шиті бар түстібі шақарының. Ансы да меңе бір нәрседір деп, алар тәмәк тартып, арақ ішіп, бұзылып ятанда шында бірсі. Менден үлкенірек ме бұрасалар. Мен тіганда туғанларым болған көралар бек меңе бейленмеді, шында да бір әшәк әйтірек керек бет. Ол мен айта. Мәді сені көтіңнен гіне таныдым де. Мен айтырек керегі. Сен шол кішілерін, ерлерін, көтлеріне қара бересің әлі деп. Шолай айтырек керегі. Ол ақта еске келмеді. Шолай бұзылып, хатта әр қайсы азып ері бірсі уақытында тігі хатта Сібірді әшілеп қайтқанда әлі бір сабан той болды. Әлі неді байрам. Мен анда скамьяға отырдым, сөйлешіп отырам. Ол үйінді тұрмыш тұрынан сөйлешіп көңіл ашым десең, ол міне дей, мен коньяк ясадым, бек яқшы, әйді, әшті. Мен ойлап тұрам, не керек ме айтам? Менде бар, мен әні әлі қайшан алып қайтқан, неше ел бойына ята. Мен әні қайдадыр
яшырып қойдым да шет елге барғанда біреуге апарырға. Шул не нәрсе көмірден уздырдым ди, хатта ди шиш тарттым шулай ди, 3 тапқыр ди, ол хатта нәрсе қандала иси де хатта келе шулай ди. Соңыдан үйге қайтқаш күлдім енді, мен айтам, шул қандала иси келген, шул нәрсе, ол енді шул самогонка енді тұрса, шуны коньяк деп, әллен шек қылана, тігі ішлеп қайттым деп, емеш ішкен өзі тағы, шынасы ойлап тұрам, мен дұрыс баш тарттым, не керек мен? Міне ұшылай ғана көңіл ашып, шилешіп отырға болмай тұрмыш қақында. Әміне исіріп, нетіп, бұзылып, азып, алай енді ол әзір енді алар. Хатта ол да ойлап тұрасың, ол міне шылай, сен даже мәселен ішсәң да ол шынасын шауып келер деп, анасыңыдан ойға келді. Үйіңе шықмай атыр хатта, бір сәлі уақытында айтқан еді, дүния қалдырды енді ол. Хатына кибітті әшлі бері ол, киоста әшлейдірі, ол шул тігі. Әйді әлі сеңа жиналық қызлар шақырық кеміш. Қызлар деген енді ол қызлар тігі азы біткен, әшәкіленіп біткенлерін хатта тағы бірсі бір андан татар десе болан, мешәрмі. Хатта ол меңа міне дейсен де мұндағы хатын қызлар білән ермейсің екен. Алар сен хатын қызларға ихтибар етмейсің. Сен бәлкі юлдан бұзылғансың деп, шылай деп меңа нәрседір сөйлей. Мен айтам, әне керек, менің ерішкен қызым бар. Ол сенің хатынларға қарағанда міне дейін қыз, мен айтам. Шул нетті да, ол хатын қызлар тігі ирсіз, алар жиналып ішелер екен, аларға кера екен бір қайдадыр отырып ішірге рахатланып. Шунаға кіші азып, бұзылып, айталар, айт, кім сенің досың, мен айтырмын кім сен деп. Айтасың келе, айт, кім білен отырып ішесің, айтырмын досларың кім екен деп. Шун кебек, бұл дүнияда енді азып біткен әлі уақытында башлап жибәрі едім, мен ойлаған едім. Вархум абыйым меңе ауылда айтқан еді. Сен ешмасам бар мен. Мен Татарстанға кетіп барғанда ол айтқан еді. Ешмасам сен өзі біздің халқымыз арасында кіші түсілі яша деген хатта ол меңе. Келдім да міне мен көрмедім қызғанышқа қаршы. Шулай алар ашық ұшырашып сөйлескен, еткен. Хатта бізді анда нешіктір ауылымызда алай татар бұзылып ермейдірі, алар бүтін халықлар арасында өзінің тігі біздің абыройын сақлы еді. Яшілер арасында болды, үлкенірек кіші болса, алар нешіктір тәртіп сақлы еді. Амында Татарстанда енді еркінләп, рахатланып, өзлері бұзылып ерейлер. Хатта міне шу шияқта мен бір ашханада да отырған едім, бір сікірді де акцент деп айтылар. Менде мәселен ол жоқ орыс тілінде. Аларда қайсыларында бар. Шул арақы алып, ішіп, стаканын уатып, қырып, жүйіп, тауыш көтәріп, нәрседір құптарып, шулай шақ кетті олар. Төлесі келмеді шулай. Міне шул. Келдім мен мәселен Татарстанға. Мен айтам, сөйлешірге кіші бола. Мұнда өз халқың жоқ қызғанышқа қаршы. Азы біткенлер алар енді нәрсе деп айтырға енді азғанлар, шулай бұзылғанлар, әлер шундай саясат болғанмы Советлар Союзында, шундай халыққа әлі кім біле ерік бергенлер маларға білмейм. КамАЗ мәселен бұтан Камгасенергісі қайсы Нижнекамск нефтехим мәселен тағы ненде қайсы нелер бар. Менделейск, анда завод ма, анда тулай тұрақларында неде тәртіплерін білмейм. Болғандыр енді алар уақытында шеп ете бергенлердір. Шуны айтасы келе. Міне мен неше тапқыр айттым, хатта бір видео ясаған едім. Бізде татарда неге жоқ, міне отырып шай ішмейлер, нәрсе деп бір татар ханымы бір социал шелтерде енді тыйылған ол Рәсей көлемінде. Мен айымыш, қайда сіз көрдіңіз ол шайхана ма, нәрсе ме татарда деп
Шул купларга ярамый, булмаса да оештырырга кирәк. Әйе, хак сүз менә ирләребез аракы эчеп азып йөрмәсеннәр, шул чайханаларда утырып, күз алдына кешеләрнең чәйләр эчеп, күңел ачып сөйләшеп утырыр. Юк, андый безнең халыкта юк. Менә ничә монда инде татар, мәсәлән, шәһәрнең Казанда яртысы татар. Тагы Чаллы шәһәре, анда 1 миллионнан артык да инде. Халыкта 1 миллион 400 мең, мәсәлән, 1 миллион 300 мең. Менә икенче шәһәр Чаллы, ярты миллион, аның яртысы татар, мәсәлән. Тагы Түбән Кама 250 мең татар торган адам, аның яртысы татар, мәсәлән. Тагы кайсы шәһәрләрдә. Әйтегез, шунларда күләме күпме, мәсәлән, Үзәк Асиядан килгән адамнар, Кавказдан килгән. Ничә процент, мәсәлән? Шул әйтегез, күрсәтегез, Таҗикстаннан килгән, Үзбекстаннан килгән, мәсәлән, Төркиядән хатта килгән. Төркиядән күпме килгән адам? Йөзләрчә бардыр бәлки. Аларның 2-3 кафесы хатта бар, шунда кешеләр җыйналып утыралар. Шул алыгыз Казанда ярты миллион татар, Чаллы шәһәрендә, мәсәлән, 250 мең татар. Күпме алар утырып сөйләшеп утыралар, шәйләшеп. Менә бу файдалы тема, бу файдалы фикер дип бер кайсы уйламый, тотыналар каршылашып, ничтер бәхәсләшергә, нәрсәдер үзләрен, нәрсәдер кайсы вакытта билем белән дә уртаклашмыйлар, бәхәсләшергә тотыналар, нәрсәдер дип. Әйтегез, менә шул карап торам. Шул таҗиклар кафеда хатта утыралар, иркенләп чәй эчеп утырганда, әле мин бер ашханада сөйләгән идем. Аларга әйттем, менә әйтәм, барыгыз таҗик кафесына. Анда хатта шул лимон бушлай. Сез һәр кисәккә таләп итәсез акча, 3 сумманда кичкенә генә лимон кисәгенә, шикәр һәр кисәгенә аерым 2-3 сум таләп итеп торалар. Анда таҗикларда бушлай күпме аласың, мәсәлән, хатта ипи кисәге алар, шунда шул җитештерәләр, күпме кеше ала, бер сүз әйтмиләр, бушлай ул. Монда, мәсәлән, һәр кисәк ипине менә шулай бигрәк итеп беткәннәр инде. Анда инде Совет СССР вакытны искә төшереп, шундый советский дип, столовый дип хатта шулай атаганнар. Нәрсә әйтәсем килә? Күп нәрсә алар хәзер югалтылар, кызганычка каршы. Безнең халкыбыз, менә абыйым мәрхүм әйткән, бар үзебез халкыбыз арасында яшәп тор дип. Юк бит ул, кызганычка каршы. Сөйләшеп утырса, дусларын кара, алар кайсылары бар, мәсәлән, аларга 100 грамм куйсаң, ул килә. Икенчесе 100 граммнан курка, 100 грамм яратмый, мәсәлән, хатыннан курка. Хатыны рөхсәт бирми. Әле авылда торганда без әтим мәрхүм әйтте, хәзер хатыннар хуҗа, шуңа күрә алар бер кайчанда хатын ул ахиратын чакыра да, бергә утыралар, иркенләп кухняда чәйләр эчеп, күңел ачып. Ир кеше аның хәләҗифте, мәсәлән, әле кая чакырырга? Юк, ул барса берәүгә, инде хатынына нәрсә инде җавап бирергә кирәк. Нишләп йөри ул анда? Ни эш белән йөрде? Әллә кызлар белән йөрдеме хатта? Әллә нәрсә дип. Шул бик инде, шул темага берсе дә әңгәмәне дәвам итәсе килми, шул социаль челтәргә куясың, мәсәлән, шул темага сөйли әйтәсе килмиләр, фикерләр белән уртаклашасы килми, әйтергә сүзләр юк, бер нәрсә әйтергә кирәк инде, бер нәрсә кыстырырга кирәк, шунда имеш. Юк, ул татарда булмады. Булмады, аракы булдымы җәмәгать татарда? Аракы эчеп йөрделәрме, шүмери балалар шулай? Хәзер бар. Элек, мәсәлән, булмаса да инде кайда алар бу утырганнар, бербер кайдадыр. Чайхана кебек нәрсәләр булган. Хәзер ник менә шулай алар очрашып күңел ачып утырмый. Булды бит шәһәр күләмендә, ярты миллион шәһәрдә, анда зур базар, янда татар рестораны бар, ул ябылды. Тагы бар иде татарский кулинарий дип ресторан, анда халык йөридер, ансы да ябылды. Кичкенә генә тик татар ашлары калды да, башка бер нәрсәсе калмады. Бер нәрсә юк хәзер. Шунарга бер файдалы фикер белән уртаклашып,
киңәш биреп, үз фикерләр нинди бар икән, шуны әллә кеше шул бер юньле фикердә туа алмыймы? Нинди менә юнәлешләр бар икән? Нигә халкыбыз менә шулай очрашып, үз телендә сөйләшеп? Ул бит мәсәлән бара бүтән җиргә, ул бит үз телендә сөйләшә алмый, чөнки анда бүтән милләт кешеләре, шуңа күрә ул кайсы вакытта уңайсызланып, я бер бәйрәм уздыралар, анда инде тел ватып, хатта сөйли бүтән телдә. Арабызда бүтән бер кеше генә булса, беләсез инде. Берсе дә фикерләр белән уртаклашмый. Берсе дә әйтми, менә дөрес, менә халкыбыз азып ята, бозылып ята. Элекке ата-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен ничектер менә шулай камилләштереп, хәзерге вакытка китереп, аларны шул кулланырга була бит, ничектер күңел ачып, мәсәлән, кеше сөйләшеп утырсын дип. Юк, ник ана кая киләләр, хатта Үзәк Асиядан иркенләп сөйләшеп утыралар. Бүтәннәре хатта ашханаларда утыралар, күңел ачып. Ничә ачылды монда? Бахор дигән мәсәлән, шул тагы Амина дигән, тагы нәрсә, төрле кафелары, төркләрнең хатта кафелары бар, Стамбул дигән, тагы нәрсә. Шәһәрнең теге читендә дә булдым, Үзбәк кафесын күрдем. Хатта бара-бара бәлки Төркмән кафесы да ачылыр. Алар никтер җыйналалар да утыралар. Безнең кеше юк. Алар менә сөйләшергә ярата. Шул чәч тарашханага бар, анда Төркмән малай эшли бир, мәсәлән. Анда дуслары киләләр дә чәч алырга, сөйләшеп. Бездә уйлыйлар, сөйләшү ул дөрес түгел, ир кешегә мәсәлән дип. Утырып эшу дөрес менә хатта. Сөйләшеп утырга, күңел ачырга юк. Алар шаяртып, күңел ачып, ничектер әйтәләр, үзара ничектер югалмыйлар. Менә мин бер тупик кебек, менә мин фикер тупиге бер уйласаң. Үземнән килми, мин аңлый алмыйм аны. Ник менә шулай, нәрсәдән чыккан ул? Ни сәбәпле ул шулай бездә, халкыбыз шулай? Белмим менә. Шул бар тугандаш җәмгыятьләр безгә анда була. Бар анда мәсәлән. Утыралар, сөйләшәләр, күңел ачып, сөйләшеп утыралар. Төрле милләт кешеләре хатта. Шул кичкенә шәһәрләрне алмыйм. Исфара шәһәрендә булдым, кичкенә шәһәр, анда да чайхана, мәсәлән. Шунда чайханада утыралар, көн буена теләсә сөйләшеп утыралар, сөйләшеп. Бездә юк. Бездә әллә хатыннар урыша, син бушка вакыт уздырасың, ялкау, эштән качып йөрисең, нәрсәме дип. Алар инде менә шул кибеткә кереп, эштән кайтып, менә шушы күрәсең, хәзер алар күзгә ташланмый, көз көнне бигрәк тә күзгә ташлана. Эштән кайтып килә имеш, караңгыда бераз бер шиша алган, кичкенә генә аракы, бер сыра алган, пиво ягъни, шуны эчә дә, тегене өстәп җибәрә дә, сыра исе килә, кайта күңел ачып, хатыны карый да, сыра эчкән икән, яри ди. Бу аерым арак эчсә, аракы бит аңкып тора. Булай ул аракыны аз гына эчә, кичкенә шишаны, сыраны эчә, мәсәлән, 1 литрнымы, шундамы. Шулай урыста әйтәләр бит. Пиво без водки или водка без пива диме, деньги на ветер диме, әллә пиво без водки диме, пиво без водки. Шул кебек, шулай алар әйтәләр инде. Кабул итәләр шулай кич белән. Күңел ачылып китә дә кайта инде шулай. Чөнки мен ана урамда китеп барам, гел шунда яталар шишалар. Шунда гел савытлары ята. Алар эштән кайтып калганда, юлда кибеттән кайтып килгәндә, пиво гына эчтем диде куя. Хатны инде канагать инде. Алар мен әле беләм инде, алар хатын кызлар ахирәтләре белән хатта кухняда утырып, күңел ачып утыралар, кайсы чәйдә генә түгел, бүтән нәрсә дә кулланалар. Ирләре утырганнарны күрмәдем. Мен әле вакытында килгәнем кунакка, монда бер шул апама, Езни мәрхүм инде